құрметті халайық, бүгінгі келіп жеткен әз Наурыз мерекеміз құтты болсын. Күн мен түн белгіленген күні. Алла Тағала Наурыз мерекесін бізде өте тамаша. Бұдан бізде 5.000, 3.000 жылдар бұрын келатқан тойлап жатқан мерекеміз. Тағы да сіздерді Наурыз мерекелеріңізбен. Енді бізге қазір Наурыз көже деген бізде киелі тағам. Бізде өте бұнда киелі тағамды тойып ішкен, Наурыз көжені тойып ішкен адам жыл бойы тоқ жүрген. Біз соны сіздерге қалай дайындау керек екенін соны айта өтеміз. Қыздарым бәрі сіздер айтып өтіңіздер. Ұлыстың ұлы күні Наурыз құтты болсын қалайық. Ұлыстың ұлы күнінде міндетті түрде дастарханымызда Наурыз көже әзірленген. Наурыз көже ұлттық талғам келер жыл молшылықтың жоралғысы ретінде тойланады. Наурыз тойында әр шаңырақта міндетті түрде осы көжені әзірлейміз. Халықтың дәстүрі бойынша оған кем дегенде 7 түрлі азықтық заттар міндетті түрде қосылуы керек. Тақ санын сақтап көбейтуге беріледі. Соғымның арнайы сақталған мүшелері қазы, қарта, жал-жаяу шұжықты қосылып, Наурыз көжені халық арасында тілеу көже деп те атап жатады. Наурыз көжеге арналып ұсынылған малдың кәделі асына Наурызды басты берілген соң жиналған халық ас болсын деп тілек айтып таралған. Ұлыстың ұлы күніне арнайы сақталған етімізді қазанға асамыз. Қазанға ең алдымен су құямыз. Суды өзендей өмір, көлдей көңіл, судай асып тассын деген мақсатта су құямыз. Етке келетін болсақ, ет қазақ халқының бұрыннан жақсы көретін тағамы. Етті ақ мол болсын, асары көп болсын деген мағынада қосады. Етімізді жақсылап жуып алып, одан кейін ыстық суға қойып қоямыз. Одан кейін қазанға қойып, оны піскен кезде жасап турап аламыз. Келесі қосылатын дәміміз бидай. Алтын бидайдан Наурыз көжемізге қосқан. Бидай денсаулыққа шипалы дәруменді ажаптан береді. Келесі қосылатын тағамымыз күріш. Күріш табиғи элементтерге бай дақыл дәм. Тамырдан бір өсіп өнгендей, ұрпағымыз көп болсын деген ниетпен де қосады. Наурыз көжемізге қосылатын келесі дәм тұз. Қазақ ешқашан дәмсіз сөйлемеген. Сондықтан да тұз астын дәмін келтіреді, мақал сөзін мәнін келтіреді деген мағынамен тұзды абайлап аздап қосамыз. Одан кейін дәміне қарай келесі қосылатын дәміміз құрт адамдарға күш-қуат беретін пайдалы тағам. Содан кейін соңында келесі қосылатын дәміміз бұл айран. Айранды қосамыз. Жылда келіп жатқан біздің Наурыз мерекеміз, бізде Наурыз көже деген бізде айттық, жаңағыда айтып өттік. Енді өте біздің киелі тағамымыз, бұны жаңағыдай бізге сіздерге өзіміз қыздары болып біз сіздерге дайындап келдік. Енді осы Наурыз көжені орталарыңызда бір қария кісі болса, соған патасын алып біз көжені таратсақ.